Ма, қалайсыздар, сіздерде бәрі жақсы ма? Бүгін сіздермен ең соңғы сабаққа да келіп жеткенбіз. 7-ші сабақ. Өте қатты қуаныштымын. Мен ойлаймын, барлығын мен айтқандай жасап жатыр деп. Егер де сіздер кеше көріп жатырсыздар, оқып жатырсыздар, күшті тілектер айтылып жатыр, маған жекеге де айтылып жатыр, қуаныштармен көбі бөлісіп жатыр. Егер де сіз де жетістікке жеткіңіз келсе, өзіңіз қалағандағыдай етіп өмір сүргіңіз келсе, онда мен сізден бір өтініш етемін. Қандай өтініш? Менің айтқандарым бәрін орындап жүріңіздерші, өтініш жақсы. Одан басқа ештеңе істерін сұрамаймын. Егер де менімен бірге әрі қалай дамығыларыңыз келе ме, одан да мен де асып кеткілеріңіз келе ме, онда мен айтқандағыдай бәрін жасаңыздар, жақсы? Сонда ғана бәрі супер болады. Жарайды ма? Енді біздер соңғы сабаққа келдік. Білімді адам орнымен сөйлейді және мәдениеті артады деген тақырып. Ол енді өзіме қатысты тақырыпты қозғайын деп отырмын. Сосын бүгін алаусы қорытындылайын деп отырмын. Өзіңді мақұлдау мен өзіңді қабылдау біздің өміріміздегі оң өзгерістердің кілті дегенді қазір бастайын деп отырмын. Сосын менің кейбір ойларыммен қорытындымен аяқтаймын. Бүгін алаусы соңғы күн. Оғанда жетіп қалыппыз, қарасаңыздар, уже бір жұма болып кетіпті, көзді ашымғанша. Енді мен сіздерге осы тақырыпта не жаздым жалпы кітапта? Жалпы мен 2-ші курс студент екенімді жаздым, Польша елінде білім алып жатырғанды жаздым. Және шынымен де тақырыпты да ойлап қарасаңыздар, білімді адам орнымен сөйлейді және мәдениеті артады. Шынымен де, егер де адам білімді алып, әрмен қарай тоқтамай зерттей беріп, ізденісте болатын болса, онда шынымен де әр адам күнделікті өмірде орнымен сөйлейтін болады. Ал егер де адам оқымай, кітапты бетін мүлдем ашпаса, ізденбесе, онда ол төменге құлдырауы ғажап емес. Енді осында мен айттым, 2-ші курс студентімін, Польша қаласына, Польша елінде Варшавада оқып жатырмын қаласында. Осы жайлы менен көбі сұрақ қояды жалпы. Қалай, мәдениеті қалай, адамдары қалай жұмыс істейсің деген сияқты сұрақтар қояды. Дегенмен мен оны кейде айтқым келеді, кейде сұрамайтын болса бөліскім келмейді. Бірақ та мен осы кітапта осы тақырыпты қозғап жазып жіберген болатын. Соны сіздерге айтуды да жөн көрдім. Сіздермен бөлісейін деп. Осы сұрақтарға жауап беретін болам қазір. Ол жақ қалай, адамдары қандай, білімі қандай, тамағы қандай, мен қайда тұрамын деген сұрақтарға жауап бере кетейін. Және жұмыс жасауға мүмкіндіктер бар ма деген. Ол жақ маған енді ұнайды, өте қатты ұнайды. Ең бірінші келгенде де мен қатты тіл білдім деп айта алмаймын, былай білдім. Білгенде адамдарына сұраған кезде көмектесіп, барынша айтып, тырысып, сөйтеді, сол жағымен маған қатты әсер етті. Адамдар өте ашық жарқын, өте қарапайым, ешқандай бәсекелестігі жоқ. Қалай киінгің келеді, дәл солай киінесің. Даже біздің профессорлардың өздеріне дейін шалбар киеді, мұғалімдер, кәдімгі апайлар, қалай киінгісі келеді, солай киінеді. Жемпір ме, сондай киіп алады, болды. Сосын олар студенттермен еркін сөйлеседі, өте. Даже партаға отырып алып сөйлесе береді ғой. Шай болады оларда, біздің қолдарында шай болады. Я кофе, я шаймен кіретін міндетті түрде сабаққа. Тыныш, халқы мейірімді, сондай ақ жарқын, сондай адамдар. Өзге елдер келсе, олар қуанады, ондай мен көрмедім, әлі күнге дейін шеттетіп, ондайлар болмады. Керісінше жылы қабылдап, білмегендерін сұрап, бізден қай елде тұрасыңдар, елдерің қандай, таныстырып кетші деп қатты қызығушылық танытады, және біздің Қазақстанға өте қатты қызығады, келгісі келетіндер де өте көп, және біздің жерге де қызығады. Рас енді. Сіздердің жерлерің деген ол 10-шы орынға дейін тұрған жоқ бе? Осы сендердің жерлері үлкен ғой, суреттерден біз қараймыз деген сияқтыларды да айтады. Түр-түрінде естиміз, сондықтан да шынымен де қызығады енді. Ал ауа райына келер болсам, ол ауа райы ылғал, қатты күн ысты кетпейді, қатты салқында болып кетпейді, орташа, жақсы. Сосын жаңбыр жауады, көп жаңбыр жауады. Ыстықта да, салқында да жаңбыр жауа береді. Сосын қысына келер болса, қысы деген қар біздің сияқты боранды ештеңе болмайды қатты. Қар жауамай, ертеңгісін ол қарлардың ешқайсысы жоқ болады. Ауа райы былай жақсы, енді басында үйренісу қызық болды, содан кейін үйреністік. Біліміне келер болсақ, білімі жақсы. Білмегендердің бәрін үйреніп жатырмын. Практика өте керемет болды. Өзің таңдайсың, бірақ тегін жасайсың, ешқандай ақша төлемейді, бәрі керемет. Енді қатты мақтанарлығы менің немнен студенттердің қасында енді компьютерді былай ең бір білетін мен деп мен өйтіп айта аламын. Жақсы студенттердің қатарындамын деп те айта аламын 100%-ға. Сосын
Бірақ та енді мен өйтіп мақтанбаймын, мен білемін компьютерді солай деп, олай керек емес, ол ешкім ұнатпай қалады өйтіп не істесең, былай көмектессең, олар да көмектесуге дайын болып тұрады. Сосын ал бірақ та менен де тең білетіндер де бар, менен жақсы да IT-да да оқып жатырғандар білетіндер бар, сондықтан да енді былай жақсы көмектесуге де әзір студенттер барлығы. Біздікінен білімінен ұқсас жағы, ол жақта тек қана 3 жыл. Бакалавр 3 жыл, ал магистратура болса 2 жыл. Біздікі 4 жылдан басталады ғой, негізгісі бағалау болса, уже келесі жыл мен диплом аламын. Тамағына келер болсам, ол жақта көбінесе шошқа еті болады, біз сияқты ондай еттер жоқ. Еттер болса кішкентай мынадай, оның өзі өте қымбат. Оны біз алмаймыз, біз тек қана енді шошқа, сосын сосискамен күн көреміз енді былай. Студенттік өмір дегенде. Ал шошқаны біз жей алмаймыз. Солай енді ет қымбат енді рас. Алғың келсе енді болады алуға. Сосын нан өнімдері өте қымбат. Біздікі сияқты емес, бізде 80, 90, 100 болса, оларда енді 300, 500 сондай болады. Тәтті бәліштер сататын жерлер өте көп. Тәтті нан сияқтылар, выпечкалар өте көп, бірақ та пирожки ондай ештеңе жоқ, бірақ тәтті кілең булочкалар әртүрлісі өте көп оларда. Олар даже түскі асқа да соны жей береді. Нанды көп жейді олар. Мен қайда тұрып жатырмын десем, мен деген 3 бөлмелі үйде тұрып жатырмын. 1 бөлмесі өзімдікі, 2 бөлмесінде 1 поляк қызы, 1 украинка қыз тұрады. Өте сабырлы, жақсы қыздар. Қуаныштымын, дәл қазіргі кезде де менің бөлмем әрі қарай мені күтпестен жалғастырып жатыр да. Заттарым бәрі тұр сол бөлмеде. Мұндай жақсы бәрі. Сосын жұмыс жасауға мүмкіндіктер айта кетсем, жұмыс жасауға мүмкіндіктер өте көп, шексіз. Мен өзім айта кеттім, тағы да айта кетейін, 3 жерде жұмыс жасаған болатынмын. Макдональдста жасадым, барлығын біліп шықтым десем де болады. Сосын отельде жасадым, сосын қонақүйде, сосын мен қимақта жасадым. Осы 3 жерде жұмыс жасадым. Сағатына төлейді ол жерде, сағатына 1500 теңгеден басталады. 1500-дан әрі қарай жоғарыға дейін шыға береді. Солай әйтеуір шүкір, өзімнің оқуым, тамағым бәріне жетеді. Даже артығымен де қалады. Жалпы менің көңілімнен бәрі шығуда, маған ұнап жатыр. Мен осы тақырыпта дәл осылай осы мәселені, осы нәрсені қозған болатынмын. Сосын айтарым, расымен де егер де әрмен қарай енді білім алып жатырмын ғой, енді әрі қарай тоқтағым да келіп жатырған жоқ, асулар әлі биік шыңдарды бағындырамын сөзсіз. Сонымен қатар мен осы орайда ниетім келіп отыр. Шынымен де адам егер де білімді көп ала беретін болса, онда әрқашанда, әр уақытта, әр кезде адам орнымен сөйлейді екен да, соны білдім мен. Сондықтан да білім алайық, жетілуге тоқтап қалмаңыздар, ешқашан тоқтамаңыздар. Келесі тақырып, өзіңді мақұлдау мен өзіңді қабылдау біздің өміріміздегі оң өзгерістердің кілті. Мен сіздерге осы орайда Мирдат кітабынан үзінді айтқым келіп отыр. Тыңдаңыздар, өте керемет сөз. Сіздің әр ойыңыз аспанда жалындаған үлкен әріптермен жазылып, әр адамға көрінеді деп ойлаңыз дейді. Ол солай болады дейді. Түсінікті ме? Қалай мағыналы, я? Тыңдаңыздар, қайтып айтам. Өте мағыналы. Солай өздеріңізді дағда қалыптастырыңыздар. Сіздің ойыңыз аспанда жалындаған үлкен әріптермен жазылып, әр адамға көрінеді деп ойлаңыз. Ол солай болады. Мықты жазған, сөз жоқ. Сіздерге айтарым, дәл солай ойлаңыздар. Осыны ұстаныңыздар. Сонда ол солай болады. Жалпы, осыны мен қозғадым, сосын де мен не үйретемін, сізге қай жағына көмектесе аламын деген ең соңғысында қорытындылай кеткен екенмін кітапта. Жалпы қазір осыны сіздермен бөлісіп кетем, не үйрететінімді, ары қарай не болатыны, қалай болатыны, және де осы күнге дейін, осы 7-ші сабаққа дейін осының қайсысын меңгердіңіз. Нені сіз меңгердіңіз, нені үйрендіңіз? Дәл осының астына комментарийға жазыңыз, немесе чатпен бөлісіңіз, міндетті түрде. Жақсы ма? Ал орындалу, я болмаса жазып алыңыз, 1, мынаны әлі орындаған жоқпын, 2, мынаны әлі орындаған жоқпын деген сияқты. Бірақ тағы да айта кетем. Мен сіздермен видеозвонок арқылы сөйлесемін, естеріңізде болсын. Бір 3-4 күннің ішінде сөйлесем. Алла осы, жақсы ма? Сол естеріңізде болсыншы. Себебі сіздермен тығыз байланыста болып, сіздердің кәдімгідей түйіндеріңіз ештеңеде қалмай, рахмет айтатындай оларға жіберу керексіздер ол. Жақсы? Мен оны есімде. Оны мен білем. Біріншісі, енді мен кезек-кезек айтып отырамын, соны жазып алсаңыздар да болады. Сосын қайсыған қол жеткіздіңіз, плюс қойып кетіңіз. Жақсы, солай келсеңіздермен. Сосын чатпен бөлсеңіздер немесе комментарий қалдыңыздар, мен оқып бір қуанып қалайын, ал егер де ешқайсысы болмай жатырса, оған ренжімеңіздер. Ештеңеге ренжімеңіздер. Болады, жақсы? Бірақ болмайды деп өзіңізді артқа тартпаңыз. Біріншісі, кішкентай кезіңіздегі түйіндерді шешу. Я болмаса, кішкентай балалық шақтағы түйіндерді шешу.
балалық кезеңге ойша саяхат жасап, сол нәрселердің, сол естеліктердің бәрін қайта оралып, соның бәрін трансформация жасау керекпіз. Ал екіншісі армандауға, ақылға салмай армандауға үйретемін. Сіздерде қазір болып жатыр ма, әлде болып жатырған жоқ па? Соның бәрін ойланып отырыңыздар, жазып отырыңыздар да, плюс минустарыңызды салып отырыңыздар, жақсы. Сосын мысалға мен сіздерге қазір 7 нәрсе айтамын, 7 мен үйретуім керек нәрселердің бәрін айтамын, соған үйрендіңіз, немесе үйренбедіңіз, соны жазыңыз, ол маған маңызды, жақсы, я болмаса фотоға түсіріп жіберіңіздерші. Үшінші, мимен жұмыс жасауға, өз ойын өзі басқаруға бағыт беремін. Үшінші. Төртіншісі, медитация тыңдауға. Медитацияны ол алдағы уақытта өтетін мысалы осы ішкі дауыспен дене мүшелерінің бәрін тыңдай отырып, өзіңнің ойыңды басқаруға, яғни медитация соған алып келеді. Бесінші, жоспар құруға. Әр күніңді, әр сәтіңді кәдімгідей нақты жоспарыңды жазып, тиімді пайдалануға уақытыңды, жақсы. Алтыншысы, сапалы өмір сүруге бағыттау. Сосын сол сапалы өмір сүруге бағыттаудың ішінде не кіріп тұр? Оның ішінде байлықтың кілтін ашуға, оны мен сіздерге ең соңында үйретемін. Алла қаласа, байлықтың кілті ол ақша туралы үйрететін боламын, тәуелсіз және еркін болуға. Жетіншісі, көзге елестетуге. Көзге елестетуді білесіздер, ол бізде аффирмация. Сол туралы үйретемін жалпы. Бірақ сіздер, может, осы жетеуінің ішінен біреуін білесіздер. Мүмкін ешқайсына білесіздер дегенде үйреттім, хотя бы біреуін. Осы 7-ші сабаққа дейін. А мүмкін оған дейін ештеңе деме үйретпедім. Әлі де ештеңе шеше алмай жатсыздар. Ештеңе етпейді, бәрі мен үйретем оны. Әлі бізде 3 сабағымыз бар. Керемет 3 сабақтар тұр. Жақсы? Ал егер де үйренсеңіздер, оған қол жеткізсеңіздер, онда плюс белгісін қойып кетесіздер. Онда мен одан сайын қуанышты боламын. Жақсы ма? Қараңыздар, келесі менің кейбір ойларым. Мен осылай жазғам. Өте қатты бір 9 нәрсені қозғап жіберген екен, оны сіздермен бөлісіп кетейін. Әрбір адам іс әрекеті үшін барлық жауапкершілікті өз мойнына алады. Дәл солай ғой, қандай іс әрекет болады, адам барлығын өз мойнына алады, өз жауапкершілігіне алады. Мысалға, сіз қазір кезде анасыз ба, әлде әкесіз ба, білмеймін, енді сіз баласыз ба, сіз әр нәрсені бір ойлай беруіңіз мүмкін, да? Отбасыңыздың мүшелеріңіздің, адамдардың, басқа достарыңыздың деген жауапкершіліктерін өз мойныңызға аласыздар. Ол қате. Болмайды олай, ешқашанда. Олай істедіңіз бе, сіз сол оймен әрқашанда жүре бересіз тіпті. Сіздің жауапкершілігіңіз тек қана өзіңіздің мойныңызда болу керек болды. Жақсы? Екінші, әрбір ойымыз біздің болашағымызды жасайды. Кітапта оқып жатырсыздар ғой, шын ғой. Көзіңіз жетіп жатыр ғой. Түрлі мысалдар айтылып жатыр анда деген. Түрлі адамның өмірлері арқылы мысалдар айтылып жатыр. Осыға кітапты оқымай отыр, біз айта алмаймыз ғой, олай емес деп. Даже мен де сіздерге өзімнің мысалдарымды да айтып кеттім. Үшінші, қазіргі кезде көптеген адамдарды ой басқарып та жатыр. Солай ғой, әсіресе мұғалімдерді. Рас. Мен де ана мұғалім болған, білеміз қалай екен, көп те жүріп, шын ғой, мұғалімдер қазіргі кезде шаршап кетесіздер ғой баладан. 30 бала, 32 бала, оның бәрі сіздерді біреу түсінеді, біреу түсінбейді, азда қиынға да соғып жатады, Сондықтан да кейбір мұғалімдердің бәрін егер де психологиядан емдейтін болса, онда психологиямен жұмыстанатын болса, онда әрбір мұғалім өзінің ішкі әлеміне үңілетін болса, онда елестетіп көріңіздерші, олар ешқашан да шаршамайтын болар ма еді, кім біліпті. Сондықтан да мұғалімдер болмасын, жалғыз дәрігерлер болсын, басқа да салаларда қызметкерлер болсын, бәрін ой басқарып кетіп отыр ғой қазіргі кезде. Ой басқарудың арқасында адамдар стресске де түсіп жатыр негізі. Сондықтан да ешқашанда ойыңызды басқаруға мүмкіндік бермеңіз, жағдай жасамаңыз. Себебі сіз ойыңыздың басқару керексіз, және ойыңыз әрқашанда ойыңызға есікке салып отырыңыз. Мен сенің бастығыңмын деген сияқты. Ол да кітапта айтады, онда дұрыстап оқыңыз, жақсы ма? Келесі, адамдардың көбісі өздерін кінәлайды, жек көреді. Шын ғой. Кей кездері мен соған кінәлімін. Ол мен жасап қойдым. Олай болмағанда мен бұлай істемейтін едім деп сөйтеді да барлығын өзіне ала береді. Жоқ, мен әрқашанда айтамын. Сіз өзіңізді ешқашан кінәламаңыз. Сіз ешқандайға кінәлі емессіз. Даже ол адамды кінәлі емес, ол адамды да кінәламаңыз. Тек қана жағдай кінәлі. Болды. Ситуация кінәлі болды. Сол жағдай кінәлі. Сонда ғана жеңілдейсіздер да. Сонда ғана рахаттана түсесіздер. Жақсы ма? Келесі. Әрбір адам өзі туралы мен қорқамын, менің қолымнан келмейді, мен әдемі емеспін, мен тәкаппармын, мен не істеп жүрмін, мен ертеңім жоқ, менің армандарым орындалмайды деген пікірлерді саналарына жіберіп қояды да, дәл соны қалыптастырады. Рас қой.
шын ғой қазіргі кезде бәрімізде менде шүкір енді ондай болып жатырған жоқ, бірақ кейбіреуіңізде осыған келмейтіндер де болып жатыр ғой, әрқашанда болады ғой, қорқам, қолымнан келмейді, армандар орындалмайды деген сияқты түрлі пікірлер болады ғой, олар мүлдем керек емес. Осы сөзді естідім, осы сөз маған әрқашанда миымда тұрады да. Әр адам бәрі жақсы болады деген адам болатын болса, онда ол адамда 100%-ға бәрі жақсы болады дейді. Осыны естеріңізде сақтаңыздар. Мен қазір мына жерінде миымда тұр сол сөз. Жарайды ма? Әр адам бәрі жақсы болады десе, сол адамда 100% бәрі жақсы болады дейді. Жақсы ма? Артқа ешқашанда өзіңіз тартпаңыз. Керегі жоқ. Әрбір адам өзге адамның өзгеруін қалап, сол адам өзгерсе екен деген ой қалыптастырып, соған әрекет жасайды, әрекеттенеді. Не істейміз біз ол адамды өзгертіп? Айтыңызшы. Не істейміз? Біз адамды өзгертуге құқымыз жоқ. Мүлдем біз ол адамды өзгерте алмаймыз. Мейлі ол сіздің досыңыз, мейлі ол сіздің жолдасыңыз, мейлі ол сіздің қызыңыз болса да, мейлі. Ешкімді сіз өзгерте алмайсыз ешқашан. А білесіз бе, кімді өзгерте аласыз? Сіз өзіңізді өзгерте аласыз. Ал өзіңіз өзгергенде ғана әлем өзгереді, сол адам өзгереді. Сізге деген көзқарасы мүлдем өзгереді. Сондықтан да ең бірінші өзгерткіңіз қатты келеді екен, онда өзіңізді өзгертіңіз. Өзіңізге көңіл бөліңіз, өзіңіздің жағдайыңызды жасаңыз, өзіңізді жақсы көріңіз. Жақсы? Келесі. Біз өз-өзімізді шынайы түрде жақсы көрген кезде біздің өміріміз де жақсарады. Бұны мен сіздерге айттым. Сабақта да, әрқашанда, әр уақытта, әр кезде, әр минутта өзіңізді құшақтаңызшы. Кәдімгідей құшақтаңызшы осылай. Денеңізге рахмет айтып, шашыңызды кәдімгідей барлық денеңізді айтып, құшақтап өзіңізді рахмет айтыңызшы. Өзіңізді қатты жақсы көріңізші сонда. Әрбір мүшеңізге рахмет айтыңызшы сонда. Өте қатты жақсы сезімде болып қаласыз, мықты сезімде болып қаласыз ғой. Даже айнаға қарап, мысалға мен қазір айнаға қарап, оң көзіме қарап, Лаура, сен қандай әдемісің, сен өте сұлусың деп мен өзіме айтып отырсам, мен өзімді қатты жақсы көретін боламын. Сондықтан да сіз де айнаға қарап сөйтіп айтыңыз. Жақсы, айна жаттығуын ұмытпаңыздар. Жақсы ма? Сөйтіп өзіңізді жақсы көріңіз, сонда ғана сіз талай жетістікке жетесіз. Сонда ғана сіз жетістікке жету арқылы барлығына көмектесіз. Осы сөзді ешқашан да ұмытпаңыз. Жақсы ма? Біз өткенді, болашақты ойламай қазіргі сәтте ләззат алып өмір сүретін болсақ, өз ойымызды өзіміз басқаратын едік. Кейбір адамдар солай. Өткенді ойлайды, мен мұнда әрекет жасап қойдым, мынауым дұрыс емес болды, осыдан мен арыла алмай жүрмін, сол маған болашағыма кедергі жасап жүр дейді. Кейбір адамдар, менің болашағым не болады екен, қалай өмір сүреді екен, ақшам жоқ болып қалам екен, әлде мына мамандықты таңдасам ба екен, жоқ таңдамасам ба, деп түрлі ойға, керек емес ойға беріледі ғой шіркін. Ол мүлдем керек емес. Дәл қазіргі сәтпен өмір сүріңізші, болды. Дәл қазіргі уақытпен. Сол уақытпен рахмет айтып, ләззат алыңыздар. Осы сәттен. Түсінікті ме? Көп миға ойланбаңыздар. Әрі қарай не болатынын да ойланбаңыздар. Туп ойланбаңыздар. Болды. Себебі мен осыған көзім жетті. Осы кеше ғана мамам менде ойлай берді. Лаура, сен не істейсіңдер дейді. Мен біздер Алматы жүргенде, Лаура, сендер не істейсіңдер? Қайтесіңдер, уже карантин басталып кетті. Ертең тағы да қалаға келе алмай қалып жүрсеңдер, тағы да жатасыңдар ма, Алматыда қалай деген сияқты ойлады. Мен айттым, мам, олай ойламаңызшы мүлдем, керегі жоқ, болатын іс болады. Біздің қолымызда самый главный бәрі келеді, болды. Ештеңе ойламаңызшы деп айттым да. Сосын сөйтіп жүргенде отбасымызбен ақылдасып сөйлесеміз ғой күнде, сонда айттық, жоқ, біз барайық деді. Біз мына жақта енді біршама квартираға төлеп жатыр, онымен тамағымыз кетеді, бүйттікі, сөйтікі, онымен бұдан жат тыныштықпен біз барайық. Себебі әлі документтеріміздің бәрін реттедік қой енді, ең бастысы, бірақ та реттелмегендер бар, оны деген әлі границасы жабық, оны біз істейміз деп шешім қабылдадық, билетті алдық. Билетті алып енді тыншымен ала осы 14 күні жүреміз. Сөйтіп кеткенде кеше ғана жаңалықтардан естісек, карантин тағы да созылып жатыр екен, оказывается. Біз оны таң қалдық, оны іздеп, мәссаған дедік, біз сонда қандай дұрыс шешім қабылдағанбыз деп. Оны білесіздер ме, ең бірінші біз ойға салынған жоқпыз, біз ақылмен аздап ойландық та, ақылмен шештік те, не болатынын мейлі дедік, барсақ барайық, керек емес, бірақ оның алдымен ештеңе ойлаған жоқпын мен. Әрі қарай не болады, қалай болады, көреміз дедік. Тек қана көреміз, солай өмір сүре берейік дедім, болды. Дәл осы қалыппен. Сосын осымен де мейлі барсақ барайық, ары қарай келсек келерміз, кез келген уақытта ашты, ашады, ашпаса жақсы деп. Сосын карантин болып қалыпты, енді қалай дұрыс шешім қабылдағанбыз деп таң қалдым біріншіден. Екіншіден Аллаға сан шүкір айттым.
мә алла бізді дұрыс жолда әйтеуір келе жатыр екенсің, рахмет саған тезі деген сияқты. Сондықтан әрбір істің өзінің қайыры бар, жақсы ма? Ештеңеге алаңдамай, ешқашанда ойға берілмеңіздер. Солай болу керек пе, солай болу керек, болды, значит сол дұрыс, жақсы ма? Соны айтқым келді сіздерге. Сондай мысалға келтіргім келді, енді білмей орынды ма енді қалай болғаны. Барлық адамға жақсылық тілеп, оларды мейірім махаббатпен жақсы көрсек, онда біздің өміріміз ерекше болушы еді. Рас, иә, солай. Бүгін тағы да бір кісіден бата алдым, қатты қуанып отырмын. Ойлаған жоқпын енді мен олай бата аламын деп, мен енді күнде жол беремін ғой. Тек дүкенге кіріп бара жатырмын, жаңа дүкенді ашып қалдым, бір ата шығып кетті, өтіңіз деп бірден польский ойыма түсті. Прошу, кіріңіз, шыға беріңіз, біріншісі шығыңыз дегенде айтайын деп жатыр едім. Олай айтпа, тоқта дегенде кіріңіз деп айтып қалыппын ғой. Сонда ана адам деген қатты қуанды ғой, білсеңіз ғой. Рахметін айтып, батасын беріп, ұзақ ғұмырға дейін тіледі ғой. Сонда ойландым, шынымен де сіздер әрқашанда әр адамды жақсы көріңіздер, сол қалпымен қабылдаңыздар. Оларға рахмет айтып, оларға сені жақсы көремін деген сияқты айтыңыздар, болды, әрі қарай өте керемет болады, жақсы. Шапағатыңызды, мейірім махаббатыңызды төгіп жүріңіз. Сонда сізге деген қарым-қатынас өзгеріп, бір-бірлеріңізге өте сыйластық мықты болады, жақсы ма? Соны әрқашанда істеп жүріңіздер. Осы менің ойларым, жалпы ойлар дегенде де қатты ондай беріліп кететін ойлар емес, ең керек деген осындай ойларымды жазып қалдырған болатынмын. Енді мен қорытындылағым келіп отыр. Жалпы мен кітабымда осыларды жаздым. Мен осыларды сіздермен баяндадым. Қатты көп болмаса да баяндағаным, қатты бір том болмаса да кітабым мағыналы деп ойлаймын. Сіздерге көмектесті деп ойлаймын. Кішкене 5% болса да сіздерге бір сөзді, ойды салдым деген үміттемін үлкен. Егер де қандай да бір кемшіліктерім болса, айып етпеңіздер, кешірім сұраймын, кешіріңіздер, жақсы? Мен сіздердің өзгерулеріңізге кішкене болса да бағыт-бағдар беріп, септігім тиді деген үлкен ойдамын. Енді мен сіздерге мынадай жазғанымды, жалпы жазғанда мен деген кәдімгідей оймен жазам, мағыналы етіп жазғанды қатты жақсы көрем. Соны сіздерге оқып бергім келіп отыр, жақсы, айып етпесеңіздер. Менің ойымша, сіздің өз әлеміңізге саяхатыңыз басталды. Өз әлеміңізге саяхатыңыз. Сіз өз ішіңізде жасырынып жатырған алып күшті санаңызбен сезінуді бастадыңыз. Біз үнемі қобалжып өмір сүреміз. Мақсатымызды қойғанмен, бірақ оған жетуге сенбейміз. Бірақ олай болмайтынын менің басымнан өткізген іс-әрекеттерім арқылы түсінді деген ойдамын. Және кітаптағы түрлі мысалдар арқылы. Адам қаншалықты өзін терең тани бастаса, әлемнің қуатын соншалықты тезірек сезінеді. Тіпті қиялға келмейтін де жетістіктерге жетеді. Сіз терең кеудеңізді кере демалыңыз, жүрегіңізді еркін соғуына мүмкіндік беріңіз, өзіңізді тани бастасаңыз, алдыңыздағы кедергілер бірінен соң бірі жойылып жатады, жойылып та кетеді. Ал сіз қалай болғанын білмей де қаласыз. Жақсы? Дәл осылай сөздің қорытындылаған екенмін. Жалпы осы қорытындыға келдім, қорытындыны аяқтадым. Біздің сабақта соңына дейін жетіп келе жатыр, уже бітейін деп жатыр десем де болады. Бітті осы бүгінгі сабағымыз, соңына жетті мәресіне, өз мәресіне. Енді мен сіздерге айттым, не істеу керектігін бүгіне, 7 нәрсені үйретемін деген нәрселерімді қайсын мен сіздерге үйрете алдым, не болмаса қайсын үйрете алмадым. Жақсы, соны жазыңыздар. Сосын үлкен өтініш, біздер Алла қоса уже медитацияны өтеміз, медитациядан кейін түйсікті өтеміз, түйсікті өткенге дейін сіздер түйсікпен сөйлесудің бірінші этапының бәрін жасаңыздар, Құдай үшін жақсы ма? Жасап жатырмын деп айтыңыздар, міндетті түрде жасаңыздар, одан қалмаңыздар. Бәрін бірге бір жасаңыздар, айтқан жасаңыздар, сонда ғана нәтиже болады. Сосын сіздерге айтарым, сіздермен әлі талай жетістікке жетеміз деген үлкен үміттемін. Қуаныштарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Бір жағдай болса, егер де тағы да бір сіздердің өмірлеріңізде де мен сияқты әртүрлі ой арқылы, я болмаса ми арқылы жұмыс жасасаңыздар, бір нәрсе басқарсаңыздар, міндетті түрде өлсеңіздер, себебі ол маған өте сондай мотивация береді, сіздердің әрекеттеріңіз жақсы ма? Және армандардың
сіздердің әрбір жоспарларыңыздың орындалуына сеніңіздер. Тек қана сеніңіздер, сенім артыңыздар. Жақсы ма? Бәрі сіздердің қолдарыңыздан келеді. Бәрі жақсы болады деген адамда 100% бәрі жақсы болады. Мүмкін емес деген нәрсе жоқ. Бәрі мүмкін. Проблема жоқ, тек қана мүмкіндіктер. Жақсы ма? Осыны есте сақтаңыздар. Рахмет сіздерге. Келесі сабақта кездескенше, Алла қаласа, жаңадан бастама бастаймыз. Сіздермен Лаура. Сәттілік, сіздерді жақсы көрем. Рахмет сіздерге.